Қайырлы күн достар, алдағы келе жатқан 8 наурыз халықаралық әйелдер күні құтты болсын. Бүгін сыйлыққа ұсынуға болатын дәл осындай цепочка дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: ақ, қара, сары және ұзын сары түсті бисерлер және бекіткіштер, бірақ мен бекіткіштерді пайдаланған жоқпын. Жіп, қайшы және ине болу керек. Инеміз өте жіңішке, бисер өтетіндей болғаны тиімдірек. Және де арнайы алдын ала жасалып болған кесте керек. Және де бізге ең басты қажетті дүние сырты қатты кітап керек. Кітабымыз барынша ұзын болғаны өзімізге тиімдірек болады. Ал ендеше бастайық достар. Ең бірінші жібімізді алып, осылай 13 бисер өтетіндей қылып дайындап аламыз. Міне кестеде 13 түс берілген. Ең бірінші қара, одан кейін сары, сосын кейін ортасында қара, сосын бір сары, бір қара бисерлерді өткізіп аламыз. Дәл осылай өткізгеннен кейін инемізді жіптің астыңғы бөлігінен өткіземіз. Сосын бисерлерімізді әрбір жіптің ортасына кезек-кезегімен тізіп шығамыз. Одан кейін инемізді мына қатар-қатарынан тұрған жіптер астында қалатындай қылып бисердің ортасынан керісінше қайтадан өткіземіз. Одан кейін жіптерімізді арнайы бисердің көлемінше жақындатамыз. Сосын дәл осы әрекетімізді қайталай береміз. Ұзын қылып әдемілеп отырып тізіп шығамыз. Ал енді сәл өзгешелік бар. Дәл қолында тізілгенде бисерлерді өткізіп аламыз кезек-кезегімен. Және де бізде соңғы 4 бисер 13 бисерден көп болады. Оны не істейміз? Қазір видеодан дұрыстап қарайық. Ең бірінші өткізіп аламыз әдеттегідей. Сосын кейін 13 бисерді әрбір жіптің ортасында өткізіп алғаннан кейін ең соңғы бір бисерімізді алып, одан инемізді өткізбейміз. Ол қалады. Және де қалған бисерлерден инемізді дәл осылай керісінше өткіземіз. Инемізді тартатын кезде жібіміз дәл осылай шуатылып қалуы мүмкін. Ол кезде біз жіпті артынан тартып тұрғанымыз өзімізге тиімді болады. Сонда жіптеріміз бір-біріне түйіншектеліп қалмайды. Енді келесіде дәл осылай қайталаймыз, тек сәл бисерлердің саны өзгереді. Ол бисерлердің санын, яғни кестесін мен Instagram парақшамда салатын боламын. Яғни бізде барынша мына ұқсаған салпыншағымыз ақырындап ұзара бастайды. Достар, менің видеоларым сізге ұнап жатыр ма? Ендеше лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Ал енді біз соңына қарай не істейміз? Ол үшін біз бисерлеріміздің санын 2-2-ден кемітеміз. Жұмысымызды аяқтайтын сәтте келіп жетті. Ендеше дәл осылай ең соңында 3 бисерімізді өткізіп аламыз. Сосын кейін енді жібімізді бекіту керек. Ол үшін жоғары қарай өткізіп алғаннан кейін үстіңгі жіптерден сәл осылай өткізіп алып, одан кейін бисерден қайтадан өткіземіз.
Вау, достар, қараңыздар, қандай әдемі болып шықты, иә. Енді кітабымыздан алып, сосын кейін екі ұшын біріктіріп, жібімізді қиып алып, ең соңында екі жақ ұшын өреміз. Сонымен жұмысымыз аяқталды. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Алдағы уақытта қандай әшекейдің жасалу жолының видеосын салайын, комментарийға бөлісе кетіңіздер. Және де менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге көп рахмет, сау болыңыздар.